Күйеуім жоқ. Бүгін де түнгі дәрігерлік кезекшілікке кетті. Балалар бөлмесінде ұйықтап қалды. Үйдің іші тым-тырыс. Құлағым өз жүрегімнің дүрсілін ғана естиді. Мен диванға қисайып отырдым. Денем шаршағанмен ішімде бір бос кеңістік бар. Жылулық жетіспейді. Сол сәтте ол келді. Балалар үйірмеден қайтып ұйықтап қалған. Біз екеуміз ғана қалдық. Ол жанымнан үнсіз отырды. Иығы-иығыма тисе болды, тұла бойым дір ете қалды. Қарап қоямын, бірақ көзімді тайдырмаймын. Ішімнен жоқ болмайды деймін, бірақ тәнім тыңдамайды. Қолымнан ұстай бергенде бүкіл бойымда бір ыстық ағып өткендей болды. Саусақтарыма жан кіріп, еркімнен тыс оның қолына жабысып қалдым. Жүрегім атша тулап, ернімнен ыстық демім шығып кетті. Ол маған еңкейіп ернімді тапқанда бүкіл дүниені ұмыттым. Еріндер ыстық, қомағай. Тәнім өзіме бағынбай оған қарай ұмтылды. Диванның суық матасы астымда, бірақ үстімде күйдіріп тұрған алақаны. Белімнен төмен сырғып, томпиған жерімді уқалай бастағанда еріксіз ыңырсып жібердім. Өз даусымнан ұялып, бетімді жауып қалғым келді. Бірақ ол ернімді қайтадан тауып, тіпті де тоқтамады. Мен ішімнен жоқ деп айғайладым, бірақ тілімнен шыққан жалғыз сөз ыстық сыбыр ғана. Сол сәтте мен әйел едім. Күнәлі, бірақ тірі. Жаным күйіп, тәнім балқып бара жатты. Құштарлықтың отына еріксіз беріліп, күйеуімді, балаларымды, бәрін ұмыттым. Ол ернімді жібермей демімді тартып алды. Жүрегім тоқтап қалғандай, сосын қайта дүрсілдеп бүкіл денеме қан жүгірді. Саусақтары белімнен төмен сырғып, мені өзіне тарта берді. Мен қарсыласқан болдым. Қолмен кеудемді сипай бастағанда еріксіз ыңқылдап басымды артына шалқайттым. Тәнім өзіне қонақ емес еді, ол оятып жатқандай. Диванның үстінде біз құшақтасып жатырмыз. Оның ыстық алақаны екі омырауымды басқанда бүкіл денем дірілдеп, көзімнен жас шықты. Бірақ ол жас өкініш емес, ләззаттың жасы еді. Тоқтайық дедім сыбырлап, бірақ даусымның дірілі тоқтат емес, жалғастыр дегенде шығып кетті. Ол көзіме қарады да ернін қайта басты. Киімнің ілгектері бірінен соң бірі босай бастады. Өмірімде ешкім маған мұндай ашкөздікпен, мұндай құмарлықпен қарамаған. Сол сәтте мен әйел едім, ана емес, жар емес, тек құштарлықтың құлы болдым. Диванның тарлығы бізді тоқтата алмады. Ол денемді емдеді, мені тұтасымен өзіне алды. Ыстық демі құлағымды күйдірді. Ал мен өзімнің сыбырлаған үндерімді ұялсам да тоқтай алмадым. Құмарлықтың шыңына шыққан кезде мен күйеуімді мүлдем ұмыттым. Балаларымды да, жылдар бойы жиналған жалғыздығымның күйігі сол сәтте лаулап жанып түтінге айналғандай еді. Күнә екенін біліп тұрдым, бірақ тәнім сол күнәні тілеп тұрғанын мойындай алмай тұра алмадым. Бір реттен кейін тоқтаймыз деп ойладым, бірақ олай болмады. Ол мені күн сайын іздеді, ал мен өзімді тоқтата алмадым. Балаларды үйірмеге апарып салған сайын, екеуміз жолдан бұрылып оған баратынмын. Әр кездесуге тәнім одан сайын құштарлана түсті. Әр жанасуымды, тыйымды бұзғанымды білсем де одан айырыла алмадым. Біз қонақ үйге де бармадық. Көбіне менің үйім бос болғанда кездестік. Диванда, ас үйде, тіпті балалар бөлмесінің есігі жабық тұрғанда да бәрі біздің күнәміздің куәсі болды. Ол құшақтаған сайын мен әйел екенін сезіндім. Күйеуіме айта алмаған сырымды, тәнімнің аңсарын түгел соған бердім. Сен күнә жасап жүрсің деп ішімнен мың рет айттым. Бірақ тәнім тыңдамады. Ол денемнің әрбір ұшын зерттеген сайын өзімді ұмытып кеттім. Жігіттің дауысы құлағымда, ал қолдары жан дүниемді отқа орап алғандай. Бір сәттерде мен тоқтап қалам. Жоқ, бұл дұрыс емес, балаларым бар, күйеуім бар деймін. Бірақ ол мені құшақтап, мойныма ыстық демін үрлегенде бар уәжім өшіп қалады. Жарты жыл бойы осылай кездестік. Күйеуім түнімен ауруханада, балалар әжесінде, немесе ұйқыда, ал мен құмарлыққа беріліп күн сайын тереңдей түстім. Әр түннен кейін жүрегімде өксік қалады. Бірақ денем қайтадан оны іздеп тұратын. Мен күнәлі әйел едім, бірақ сол күнәні сүйдім. Жарты жыл өтті, біз әлі де кездесіп жүрдік. Әрбір түннен кейін жүрегімде өксік қалса да тәнім оны аңсай берді.
Күйеуім жұмыстан шаршап келіп, көзін іліп үлгіргенше, мен ойша басқа ердің құшағында жататынмын. Кейде айнаға қарап тұрып, өзімді талмай қалам. Баяғы момын әйел жоқ, көзімнің оты өзгерген, ернім әрдайым сіңген. Сезімнің ізі бетімнен байқалатын. Бір күні күйеуім ерте келді. Әдетте түн ортасында кіретін ол, сол жолы кешкісін есіктен аттады. Мен сасып қалдым. Үстімде әлі оның құшағының иісі бар еді. «Қайда барып келдің?» деді күйеуім. Даусын салқын, бірақ көзінде күдік бар. Бірақ мен оның үнсіздігінен бәрін ұқтым. Бұрынғыдай сенім жоқ, оның көзқарасы өзгерген екен. Түнде төсекте ол арқасымен маған қарады. Ал мен көзім жұмулы күйі басқа ердің қолын аңсап жаттым. Жүрегімде қорқыныш пен құмарлық қатар өртеніп жатты. Бір жағынан күйеуім біліп қояма деп дірілдеймін, екінші жағынан ертең тағы да кездесуді аңсаймын. Мен екі әлемнің ортасында қалдым. Бірі адал күйеуім мен балаларым, екіншісі кінәлі құштарлыққа толы жасырын әлемім. Қайсысын таңдауға тиіспін, бірақ шындығында таңдау жасап үлгермей құмарлықтың жолына қайта түсіп кетіп жүрдім. Күндер жылжып өтті. Мен күйеуімнің көзқарасынан соқтықты анық сезетінмін. Үйде үнсіздік басым еді. Ол жұмысқа кетеді, түнде қалады, кейде мүлдем қонбайды, бірақ ішінен бірдеңені біліп жүргенін сезетінмін. Сол бір қаралы кешті әлі ұмытпаймын. Мен әдеттегідей балаларды үйірмеден алып келемін деп сылтаумен шығып кеттім. Ал шындығында оны сол құмарлы ерді тағы да құшақтауға асығып бара жаттым. Бөлменің іші қап-қараңғы, біз екеуміз диванға құлап түстік. Оның ыстық қолы барлық денемді шарлап, ыңырсыған даусы естіліп жатты. Мен тағы да өзімді ұмытып, күнәлі рахаттың тұңғиығына батып бара жатқандаймын. Дәл сол сәтте есік сарт етіп ашылды. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Есікте күйеуім. Ақ халаты иығында, көзі қызарып кеткен. Ол үнсіз тұрды, бізді көрді. Мен жалаңаш қалпымда қалшиып қатып қалдым. Ал жанымдағы ер орнымнан атып тұрып, іш киімін іліп, қаша жөнелді. Осы уақытқа дейін сені адам деп ойлап жүредім, деп күйеуімнің даусы үзіліп. Сөйтсем, сен мал екенсің ғой. Мен тізерлеп, кешір, балаларың үшін, отбасымыз үшін деп жыладым. Ол ұзақ үнсіз тұрды да терең күрсініп, балаларымды толық отбасында өсіргім келеді. Менің тағдырымды бастарынан кешіргенін қаламаймын, деді. Осылайша ол мені кешірді, бірақ оның жанары бұрынғыдай емес еді. Сенім бір жола өлген, ал мен тоқтай алмадым. Құмарлыққа қайтадан құладым. Күйеуім мені кешіргендей болды, бірақ ол кешірімнің ішінде сенім жоқ еді. Үйіміздің іші мұздай үнсіздікке толды. Мен болсам жасырын қолымды жалғастыра бердім. Ол ердің құшағы мені қайтадан шақырып тұратын. Әр кездесуден сайын жүрегім қақ айрылып, бірақ денем бәрін ұмыттырып жіберетін. Бір күні күйеуім іштей күйікке, ішімдікке жүйір болды. Қолындағы суық қаруын ұстап тұрып, көздері қызарып кеткенін көрген бар. Сол күйінде ол бір науқасқа ота жасады, бірақ қол дірілдеп бәрін білдірді. Сараптама оның қолын қанынан арақтапты. Ақ халатты абыройы бір-ақ сәтте құлады. Сот залында үкім оқылғанда мен жерге кіріп кеткендей болдым. 7 жыл, деді судья. Сол сәтте күйеуім артына бұрылып маған қарады. Көзінде сен үшін бәрін жоғалттым деген үнсіз айқай тұрды. Мен жылап тұрдым, бірақ ол көз жасымды көргісі де келмей кісенделіп әкетті. Ал мен сол баяғы отбасылы ердің құшағына қайта бардым. Оның әйелі бар екеніне қарамастан мені тоқтататын күш қалмады. Уақыт өте мен одан 3 бала тудым. Бірақ бақыт жоқ, бақыт мені таппады. Жаңа күйеуім қол көтеретінді шығарды. Қайғы мен қорлықта толы күндерім басталды. Балаларымды көз түрткі болмасын деп нағашы әжесіне беруге мәжбүр болдым. Кейде терезенің алдына отырып ойға шомам. Сол баяғы момын хирург күйеуімді аңсаймын. Егер сол түнде мен басқа жолды таңдағанымда, мүмкін бәрі басқаша болар ма еді? Жаңа күйеуім алғашында құмарлы, тәтті сөздер айтатын. Мен өзімді бір сәтке болса да бақыт таптым деп сендіргім келетін. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгерді. Ол ашуланса жұдырығын көтеретін болды. Мен қорқып қалмасам да, балаларымның көзінше қол көтерген сайын жүрегім шымырлайтын. Үйде күлкі емес, айғай басым болды. Мен оған 3 бала сыйладым, бірақ ол үшін бұл да жеткіліксіз еді.
Сенімен бірге болу үшін ата-анамды қарсы шығып, бұрынғы әйелімді тастадым. Оның көз жасына қалдым. Жұмыста да береке жоқ, қарызға баттым деді де ол ызадан булығатын. Соның бәріне мені кінәлі ететін. Түнде жалғыз қалғанда төсекте емес, еденде бүктетіліп ұйықтап қалатын кездерім көп болды. Жаңа күйеуім ішіп келіп боқтап қайтадан қол көтеретін. Кейде терезенің алдында ұзақ отырып, өткеніме оралуға болмайтынын біле тұра, соны аңсай беретінмін. Бұрынғы күйеуімнің қолы суық болса да, ол ешқашан маған қол көтермеген еді. Өміріме көз жүгіртсем, бір сәттік құмарлық үшін бәрін қиратқан екенмін. Мен әйел ретінде жеңілдім, ана ретінде күнә жасадым. Таң атты, бірақ менің жанымдағы түнек ешқашан сейілер емес еді. Ой салар үндеу, қолдағы барды аялайық. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.